Күздің басы еді. Қалада жапырақтар енді ғана сарғайып, салқын жел кешкі көшелерді тыныш тербетіп тұрған. Банкте жұмыс жасайтын бір топ құрбы қыздар күтпеген жерден демалыс алып, бәрін тастап табиғатқа кетуді шешті. Шамамен 50 шақты адам жиналып, ескі туристік автобустың ішінде көңілді әңгіме айтып, күлкіге толы жолға шықты. Олардың баратын жері қала сыртындағы қалың тайга. Орманның ішінде орналасқан шағын демалыс орындары еді. Жол ұзақ болды. Автобус қаладан алыстаған сайын асфальт жол тарылып, екі жағындағы ағаштар қоюланып, аспанды жауып бара жатқандай көрінді. Қарағай мен шыршаның иісі терезеден кіріп, салқын ауа өкпеге ерекше таза болып сезілді. Неткен керемет ауа, деді Айдана, терең демалып. Оның жанында отырған құрбысы мөлдір жымиып қояды. Екі күн тыныш демалсақ болды. Қаладағы күйбеңнен шаршадым. Автобус орман ішіндегі демалыс орнына кешкісін жетті. Бұл жер ерекше еді. Ағаштардың ортасында орналасқан шағын ағаш үйлер. Әрқайсысы 2 адамға арналған. Терезелері тікелей орманға қарап тұратын. Үйлердің жанында от жағатын орын, ағаш үстелдер және шамдар ілінген соқпақтар бар. Қараңғы түсе бастағанда орманның дыбыстары күшейеді. Құстардың соңғы шақыруы, алыстан естілген белгісіз дыбыстар, желдің ағаш бұтақтарын сыбдырлатуы. Бірінші күні бәрі тамаша өтті. Қыздар кешке от жағып, шай қайнатып, күліп отырды. Аспандағы жұлдыздар қаладағыдай емес, өте жарық. Орман тірі сияқты, әр дыбыс анық естілді. Түнде бәрі үйлеріне тарқап, ұйықтауға кетті. Келесі күні таңертең экскурсия жоспарланған еді. Орман ішінде гидпен бірге бару. Бірақ мөлдір өзін біртүрлі сезініп оянып, бара алмай қалды. Басым айналып тұр, деді ол төсекте жатып. Айдана алаңдап қалды. Сен демала бер, мен экскурсияға барып келем өзім, деді. Мөлдір басын изеді. Айдана орманға кеткенде демалыс орны ерекше тыныш болып қалды. Тек жел және ағаштардың сыбыры. Мөлдір терезе алдына барып орманға қарап отырды. Қалың ағаштардың арасынан күн сәулесі әрең өтеді. Кейде бір нәрсе қозғалғандай болады, бірақ жақындап қарасаң, ештеңе де жоқ. Түс ауа ол ұйықтап қалды. Кешке қарай Айдана қайтып келді. Бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Көзі жарқырап тұр. Мөлдір, сен білесің бе, мен кіммен таныстым? Кіммен, деді Мөлдір таңырқап. Айдана сыбырлап айтты. Орман ішінде бір жігітпен. Мөлдір таң қалды. Бұл жерде ме? Иә, ол гидтерден бөлек жалғыз жүрген сияқты. Айдананың дауысы біртүрлі болды. Ол өте әдемі. Мөлдір күлімдеп жіберді. Қалайша? Орман ішінде жалғыз жүрген жігіт. Айдана терезеге қарап қалды. Ол бұл жерді жақсы біледі екен. Қайда тұрады екен? Айдана сәл үнсіз қалды. Орманда. Мөлдір оның бұл сөзін әзіл деп ойлады. Түн түсті. Орманның дыбыстары тағы күшейді. Бірақ сол түннен бастап Айдана өзгере бастады. Мөлдір түн ортасында оянып кетті. Бір дыбыс болды. Ол көзін ашты. Айдана төсекте жоқ. Терезе алдында отыр. Сыртқа қарап, қимылсыз. Мөлдір сыбырлап айтты. Айдана. Жауап жоқ. Ол жақындады. Айдананың көздері орманға қадалып қалған. Сен не істеп отырсың? Айдана жай ғана айтты. Ол сонда. Мөлдір жүрегі шым ете түсті. Кім? Айдана баяу күлімсіреді. Мен танысқан жігіт. Мөлдір терезеге қарады. Орман қараңғы, ештеңе көрінбейді. Мен ешкімді көрмей тұрмын, Айдана. Айдана сыбырлады. Ол бізге қарап тұр. Мөлдірдің арқасынан суық өтті. Айдана, бұл әзілмен не айтып отырсың? Бірақ Айдана жауап бермеді. Ол түнде ұзақ отырды. Таң ата ғана төсекке келді. Келесі күндері бәрі одан сайын қорқынышты бола бастады. Айдана күнді шаршап жүреді, ал түнде терезе алдында отырады. Орманға қарайды. Кейде сыбырлап сөйлейді, біреумен сөйлеседі. Бірақ ол жерде ешкім жоқ. Бір түні Мөлдір оянып кетіп терезеге қарады. Сол кезде ол бір нәрсені көрді. Ағаштардың арасында бір адам тұр. Өте алыста, қозғалмай қарап тұр. Және оның көздері қараңғыда әлсіз қызыл жарық сияқты көрінді. Мөлдір қорқып кетті. Айдана жай ғана айтты. Ол мені шақырып жатыр. Қайда шақырып жатыр, не айтып отырсың? Айдана терезені ашты. Салқын ауа үйге кірді. Орманның иесі, ылғал топырақ және біртүрлі ескі иіс. Орманға. Мөлдір оның қолынан ұстап қалды. Жоқ, бармайсың. Ешқайда да бармайсың. Айдана оған баяу қарады. Оның көздері бұрынғыдай емес еді. Сен түсінбейсің.
Ол сыбырлады. Ол көптен бері жалғыз. Сол кезде орманнан бір сыбдыр естілді. Бірнеше ағаш қозғалды. Қараңғылықтың ішінде бір көлеңке жылжыды, және бір сәтке мөлдір анық көрді. Ол адам емес еді, бірақ адамға ұқсайды. Өте ұзын, және ол күліп тұрды. Сол түні айдана орманға шығып кетті, ал таңертең оны ешкім де таба алмады.